Апта жаңалықтары. Бесінші маусым республикалық референдум. Конституция 2022 жылдың жаңарудың жаңа жүйесі. Қайырлы күн. 5 маусым елімізде республикалық референдум өтеді. Референдумда сіздерге конституцияға енетін өзгерістерді қолдайсыз ба, әлде жоқ па деген бір ғана сұрақ қойылады. Ал осы сұраққа жауап бере алу үшін нақты қандай өзгерістердің енетінін біліп барғанымыз дұрыс қой. Қазір барлығы президенттің құзыреті азайып, парламент күшейеді деп жатыр. Ендеше президент нақты қандай құзыретінен бас тартады? Конституцияға енетін өзгерісте бұл туралы не жазылған? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қазіргі Конституцияның 43-ші бабында Қазақстан Республикасы президентінің өкілді органның депутаты болуға, өзге де ақы төленетін қызметтерді атқаруға және кәсіпкерлік қызметпен айналысуға құқығы жоқ деп көрсетілген. Енді осы 43-ші бапқа тағы 2 тармақ қосылады. Онда былай деп жазылған: Қазақстан Республикасының президенті өз өкілеттерін жүзеге асыру кезеңінде саяси партияда болмауы тиіс. Қазақстан Республикасы президентінің жақын туыстары, мемлекеттік саяси қызметшілердің, квазимемлекеттік сектор субъектілері басшыларының қызметтерін атқаруға құқы жоқ деген талап енгізілмек. Демек, президент ешқандай саяси партияға мүше болмайды және оның туыстары жоғары лауазымды қызметтерді атқара алмайды деген сөз. Айтпақшы, тіпті Конституцияға өзгеріс енбей жатып, президент саяси партиядан шығып кеткенінде білетін шығарсыздар. Тағы бір ескеретін жайт: қазіргі Конституция бойынша бізде әскери қызметкерлер мен құқық қорғау органдарының өкілдері, полицейлерді айтып отырмын, саяси партияға мүше бола алмайтын. Енді бұл қатарға президентпен бірге Конституциялық соттың, жоғары соттың және өзге де соттардың төрағалары мен судьялары, ең басты орталық сайлау комиссиясының, жоғары аудиторлық палатаның төрағалары мен мүшелері де қосылады. Достар, президент және жоғарыда аталған лауазымды тұлғалардың партияға мүше болмауы елдегі саяси партиялар арасындағы әділ, ашық бәсекеге жол ашатын қадамдар деп ойлаймын. Сіздер де дейсіздер, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Жаңа Қазақстан ұран күйінде қалмас үшін алдымен заң, құжат жүзінде сөйлеу керек. Демек, өзгерісті қалайсыз ба? 5 маусым референдумға қатысыңыз. Құрметті республикалық референдумға қатысушы, 2022 жылғы 5 маусымда Конституциямызға өзгерістер мен толықтырулар енгізу бойынша республикалық референдум өтеді. Референдумда дауыс беруге құқығы бар азаматтардың тізімдерін әкімдіктер олардың тұрғылықты жері бойынша тұрақты тіркелуі негізінде жасайды және жергілікті жерлердегі учаскелік комиссияларға тапсырады. Дауыс беруге арналған учаскелердің шекаралары бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады. 2022 жылдың 20 мамырынан бастап сіз референдумда дауыс беруге құқығы бар азаматтардың тізімінен өзіңізді тексере аласыз. Қандай да бір өзгерістер енгізу қажет болса, сіз дереу учаскелік референдум комиссиясына жүгіне аласыз. Баршаңызды азаматтық жауапкершілік танытуға және республикалық референдумға қатысу құқығыңызды іске асыруға шақырамыз. Әркімнің дауысы маңызды. Қазақстан Республикасының орталық референдум комиссиясы. Қазақстан Республикасының Конституциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан